Яғни ерлер арасында 61 кг салмақта өтетін керемет кездесу. Американдық бұрынғы топ 15-те болған бокс стилі өте керемет жоғары деңгейдегі Адриан Янис пен оның қарсыласы Перу елінің өкілі Даниэль Маркос арасында өтетін керемет кездесу. Сарапшылардың пікірі бойынша бұл кездесуде Даниэль Маркос фаворит болып отыр, ал менің ойымша бұл кездесуде Адриан Янис фаворит болуы тиіс. Жалпы біз білетіндей Адриан Янистің нокауттық күші бар жауынгер екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу деңгейінің өте керемет деңгейде екенін атап өтуіміз керек. Ал Даниэль Маркостың бокс стилі мен грэпплинг стилінің өте жоғары керемет деңгейде екенін атап өтейік достар. Менің ойымша бұл кездесуде Адриан Янис техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен перулық жауынгерді жеңуі тиіс деп ойлаймын.